Мен Ерхан, Ақтөбе қаласындағы Нұрсат балабақшасының тәрбиеленушісімін. Біз әкем екеуміз бүгін ер-тұрман сырын анықтадық. Достар, білесіңдер ме? Ер-тұрман атқа мінетін ер әбзелдің аты. Ер-тұрман ер-тоқым деп те аталады. Ер-тұрман атқа міну үшін керек зат. Оны ер-тоқым деп те атайды. Ер-тұрман атқа да адамға да ыңғайлы болуы керек. Ер-тұрманның бөліктері бар. Тоқым – аттың үстіне салатын жұмсақ төсеніш. Тебінгі – аттың бүйірін аяқтан қорғайды. Үзеңгі – оған аяқты тіреп атқа мінеміз. Жүген – аттың басына киіледі, атты басқару үшін керек. Айыл ер-тоқымды атқа берік байлап тұрады. Мен әкеммен бірге атқа ер-тұрман жасадық. Біз киіздің орнына фетр матасын қолдандық. Маған өте қызық болды. Әкем ер-тұрман жасау оңай емес екенін айтты. Оны жасау үшін ағаш, тері және темір керек. Сондықтан көп уақыт пен еңбек қажет. Әкем ер-тұрман жасау оңай емес екенін айтты.